Стамбулда өтетін жарысқа Ресейден бір топ балуандар аттанды. Солардың ішінде Мұхан да бар еді. Балуандарды жинап алып, жетекші боп жүрген Лурих былай деді: күрес 1-2 аптадан соң басталады. Түріктер дайындықтарын дер кезінде аяқтай алмағандарына кешірім сұрады. Әзірше күреспен машықтана береміз. 2 күннен кейін жергілікті халықтың мерекесі өтеді екен. Сол мейрамда жергілікті балуандардың күресі өтеді. Бірақ бұл жарысқа тек мұсылмандар қатыса алады. Мен оларға: біздің арамызда бір мұсылманымыз бар, аты Қара Мұстафа дедім. Егер келіссең. Күресемін, деді Мұхан. 2 күн өтіп, мейрамда келді. Күннің қатты ыстық болғанына қарамастан, ойын көруге халық көп жиналды. Жаршы бар даусымен айғайлай бастады: Стамбул қаласының құрметті азаматтары, бүгін біздің даңқты балуанымыз Нұрла, онымен күресемін дегендердің бәрін белдесуге шақырады. Жеңіп шыққан балуанға сыйлық тапсырылады. Күреске шығыңыздар, Нұрла сіздерді күтеді. Соның артынша алаңға көк барқыт шапан киген зор денелі кісі шықты. Ісінген көзіне, дүрдиген еріне, қалқайған құлағына қарап, келбетті жігіт деуге болмайтын. Бұл балуан Нұрла еді. Нұрланың қолы ұзын, балтыры толық, жауырыны жалпақ екен. Балуанның қарны домаланып шығып кеткен. Ал бұлшық-еттің бұлтыңдауы білінбейді. Май басып кеткен. Ең құрығанда 8 пұт болар, деп ойлады Мұхан. Мұхан алаңға шықты. Мұны Стамбулдың әкімі Шәкір Паша ымдап қасына шақырып алды. Сен қайдан келгенсің, атың кім? Деді Мұханға. Менің атым Қара Мұстафа, деді үлкен ізеттілікпен. Мен сенен өзіңнің шын атыңды сұрап тұрмын. Мұсылмансың ба? Иә, мырза, мен мұсылманмын. Ресейден келген қазақпын. Шын атым Мұхан. Нұрламен күресуге рұқсат беріңіз. Рұқсат, деді Паша. Төрешінің ысқырығынан кейін балуан Нұрла оңай жеңістерге үйреніп қалған. Сондықтан дегеннен долданып шабуылға ұмтылды. Алғашқыда осы шабуылы жеңіспен аяқталатындай еді. Ол ұзын қолымен қарсыласының белбеуіне мықтап ұстап, жоғары қарай көтерді. Бірақ қазақ балуанын көтере алмады. Мұхан бұл үлгектен құтылып кетті. Нұрла қарсыласына тағы тап берді. Бірақ жай оғындай соққы жерге жалп еткізді. Есеңгіреген түрік балуаны кілемнің ең алыс бұрышына қарай қашты. Тәкаппарлығы су сепкендей басылды. Жылдам және оңай жеңістен үміт күткен Нұрла енді бәрінен күдер үзді. Балуандар қайтадан айқасқа шыққанда Нұрла сақтық жасады. Енді ол қауіпті жат адамды ұзаққа созылған күреспен титықтатып тастаймын деп ойлады. Бұл үлкен қатесі еді. Мұхан Нұрланы ілгегінен ұстап алып, кеудесінен асыра оңға қарай лақтырып жіберді. Екінші рет жерге жалп ете түскен түрікті ашу-ыза кернеді. Көздері қанталап, тынысы тарылды. Осы сәтте қазақ балуаны Нұрланы белбеуінен шап беріп ұстап, жоғары көтерді. Түріктің аяғы мен қолы жерден ажырады да ауада тарбаңдап қалды. Көрермендер бұл сияқты көріністі бұрын соңды көрмегенді. Нұрла бар күшін салып, сытылып шықты да кілем үстімен жорғалай жөнелді. Бұл қорлыққа шыдай алмай, жылап жіберуге шақ қалды. Міне, жаңа айқас. Мұхан түрікті қысып келеді. Минут сайын кілем үстіне жалп ету қаупі төнуде. Нұрланың сирағынан шап беріп, көзді ашып жұмғанша кілемнің үстіне топ еткізді. Екі жауырыны жер иіскеді. Мұхан сәл кідіріп, төрешінің шешімін күтті. Бірақ анау басын бұрып, басқа жаққа қараған сыңай танытты. Қара Мұстафа жеңді, деп әр жерден айғайлаған дауыстар естілді. Тек сонда ғана төреші мойнын бұрды. Бірақ орнынан тұрған Нұрла белдесуге әзір екенін білдірді. Мұндай жығылған күреске тоймайтыны бұл біледі. Бірақ әділетсіздік десе ашуын тежей алмайды. Нұрла қайтадан жерге жалп етті. Көпір әдісін қолданды. Бірақ бұл әдіс
Мұқан үшін түк емес еді. Нұрланның қарнынан сәл басты. Сол-ақ екен, түріктің жауырыны жерге тиді. Осы сәтте төрешінің ысқырығы естілді. Имам Байур Мұқанға алтын теңгелер ұсынды. Шәкір паша өздерімен бірге қажылыққа барып қайтуға шақырды. Барлық шығынды өзі көтеретінін айтты. Мұқан Арабияға баруға келісімін берді.